На рубеж приглашается стрелок Дурия. Проходите, стрелок. Стрелок готов? Готов. Внимание! Огонь! Қайырлы таң көрермен. Бүгін тапанша ұстап мылтық асынған қыз жігіттердің сүйікті спорты жайлы айтамыз. Нысана көздеу спорты 1896 жылы өткен Олимпиада ойындары бағдарламасын енген. Қазақстанда бұл бәсеке 1923 жылдан бері өтіп келеді. Ал нысана көздеудің практикалық түрі елімізде кейінгі 5 жылда ғана бастау алды. Кәсіби спорт ретінде әлемнің тек 4 елінде тіркелген. Бұл спорт түрі компьютер ойындарының жанкүйерлеріне жақсы таныс. Ендеше сіз де біле жүріңіз. Когда мы стрелка приглашаем на упражнение, спортшы ату аймағына шақырылған соң арнайы орынға келеді. Содан соң оған команда беріледі. Дайындалыңыз деген кезде спортшы тапаншаны көлденең қояды да оқтауды бастайды. упражнение засекается по спецстрелковому таймеру. Тапсырманы орындамас бұрын спортшыға таймер арқылы арнайы дыбыстық белгі беріледі. Таймер арқылы тапсырманың орындалу уақыты мен қанша оқ атылғанын көре аласыздар. Бұл спорт түрінде қауіпсіздік ережесін ескеру маңызды. Ең бастысы тапаншаны қашанда аспанға қаратып ұстаңыз. Бұл өзгермейтін қағида. Сондай-ақ ойын алаңына шықпас бұрын арнайы көзілдірік пен құлаққапты кию керек. Құлаққап айналаңыздағы дыбысты күшейткенімен тапаншадан атылған оқтың дауысын бәсеңдетеді. Осылайша нысананы көздеген кезде спортшы артық дыбысқа алаңдамайды. Тапанша суық қару болғандықтан тапсырма аяқталған соңда спортшы ескеруі тиіс қауіпсіздік ережелері бар. Когда он закончит выполнять упражнение, Тапсырма аяқталған соң спортшы тапаншаны көлденең ұстаған күйі төмен түсіреді. Арнайы оқ атылған мына магазинді тапаншадан босатып тиісті орынға саласыз. Оқ қалмағанына көз жеткізу үшін тағы бір рет ату қажет. Нысана көздеудің практикалық түрінде спортшы ойын алаңында үнемі қозғалыста. Сондықтан дәлдік пен салқынқандылықпен қатар жылдамдықтың да маңызы зор. Жеңімпазды да спортшының нысананы дөп түсіріп жинаған ұпайын тапсырманы орындаған уақытқа бөлу арқылы анықтайды. согласно правилам, на каждое соревнование накрывается новые упражнения. Ережеге сай әр байқауға жаңа тапсырмалар ұйымдастырылады. Міне осылай ойын алаңын жасақтайды. Тапсырмалар уақытына қарай 3 түрге бөлінеді. Ойыншы қысқа, орташа және ұзақ уақыттағы тапсырмалардан өтуі тиіс. Спортшы аз уақыттың ішінде тапсырмада көрсетілген нысанаға дәл тигізуі керек. Алдағы аптада практикалық нысана көздеу федерациясы кезекті сайысқа қатыспақ. Облыстық құрама сапындағы қыз жігіттер Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпиондары. Ендеше спортшыларға сәттілік тілейміз.